Саламатсыздар ма? Бізде келесі тақырып тарификация, кадровый учет бойынша бізде сентябрь айында жылдың басында тарификациялық отчет тапсырады. Ол бізде кадровый учетта штатный расписание дегенде болады. Соған кіреміз. Бұл жерден біз показать настройкаға өтеміз. Показать настройкадан источник данныхтан біз показать все арқылы осы жерден создавать етіп алуымыз керек тарификацияны. Мына жерден создать. Мына жерге сентябрьдің датасын қойайық. 01.09.24 и сосын міндетті түрде подразделение көрсетуіміз керек. Егерде әртүрлі подразделение ашылған болса мекемеде, әр жекесіне жеке жасалынады. Основное подразделение. Бұл жерде біз заполнить етеміз по всем работникам. Біздерге мені толтырып берді барлық мекеме бойынша. Енді оны біз рассчитать етеміз. Рассчитать еткен кезде мені бізде окладын барлығын шығарып берді. Біз бұны записать, провести, закрыть етеміз. Мына жерде осыны выбрать басып, мына жерге шығу керек. Сосын мекемеге, біздің мекемені көрсетіп, сформировать басамыз. Басқан кезде бізде мына жерде жаңағы суммалардан бөлек, бұл жерде бүкіл категориясын, коэффициентін, мені оклад, надбавка барлығын осы шығарып беретін болады. Осыны шығарып алып, управлениеге, отчетқа неге тіркеп тапсырамыз. Жақсы, сау болыңыздар.